Бәріне сәлем, сіздер мен Асел. Менің парақшама қош келдіңіздер. 2025-тің бірінші влогы. Бүгін 3 қаңтар күні осылай үйде жатып далаға шықтық. Мынау бізде городоктың іші. Осындай 6 бақан орнатып қойыпты. Содан кішкене таза ауа жұтайық деп шыққан кезіміз. Күн бірақ суық болды осы кезде. Бүгін 6 қаңтар. Балалар елканы осылай құлап тастады. Енді жинап тастайық деп жатырмыз. Мына ойыншықтың бәрін былай шашқан. Иә, енді өздері жинап жатыр. Мамасы ұрысты, иә? Елка ренжіп жатыр енді. Ол жинап тастайық, қызығы бітті елканы. Бүгін 7 қаңтар магазинге барып келдік. Мынандай айран алдық. Жаңа жылдан кейін айран тұтпай қалды. Перчатки. Рахаттың есі кеп соны алдық. Батон, 2 сүт Петропавловскийда келмейтін болып кейін нан. Содан мынандай чурдюк алдық. Печеный қойдың құйрығы тұздалған. Содан кейін кішкене алма. Мына жерде еноки алдым. Осыны жасап көргім келіп жүреді. Тәтті болады ол. Кафеде жеген картошка. Сосын үйге келді қабдандай. Үстақты алдық. Содан жүзандай. Өтіп бұға енді кесіп кетіп жүрді. Жүзандай обезжириватый. Очиститель. Солай. Привет, десе батон. Привет. Жаңа жылда тағы да маған Сулпак магазині 5000 теңге бонус берді. Соны пайдаланып қалайын деп Қордайға бардық. Сулпакқа келіп осындай алдық. Маған 5000 теңгеге бонус берді жаңа жылда. Сонымен келсем, бесплатно 10 теңге төлеп осындай термос алдым. 1 литр. Рахмет саған Сулпак. Сондай. Как раз термос керек еді. Осындай. Қордайдан тағы барған себебіміз, мен бір блогердан шампунь мен бальзам алғам. Соны алып кету керек болды. Сонымен оны да алып кеттік. Қазір оған видеоның соңында обзор түсіремін. Менімен бірге болыңыздар. Біздің гвардейскийда городокта осындай кішігірім кофейня ашылыпты. Бір демалған күні 2 баламды алып бардым сол жерге. Осындай сэндвич заказ бердік. Согымен бірге. Менеке осындай кішігірім ғана. Енді балалардың кейде көңілін аулау үшін алып шықтым. Екеуіне ұнады. Тағы да барайық дейді. Енді барып тұрамыз осы жерге. Аля, сен не көріп атсың? Конечно, сен бәрін алған керек. Қайсына? Жеңіс дежурствода болғанда біз продукт алуға бардық. Кішігірім ғана аламын деп ойлағанмын, бірақ жанымда балалар бар, сонымен қойшы деп ала бердім өзім. Бірінші супермаркеттен алдық, одан кейін көкөністер алдық. Сонымен мына жерде біз такси шақырып қойдық, өйткені мен өзім жалғыз өзім көтере алмаймын. Соны күтіп тұрған сәт. Бәріне сәлем. Бүгін 17 қаңтар. Өзіміздің супермаркетке барып келдім, юбилейный городоктағы. Алған заттарға обзор кішкене ғана алдым, өйткені жеңіс нарядта. Өзім көтеріп келді. Кефир алдым. Балалар енді бүгін бір прайзы жасап қояқ деп мынандай чипсы алдым қызға. Мынау Алимхан алды. Игристый пивамен ішетін бірдеңе қойды. Осын қоймайды екен, жарайды деп. Мында хлебці алдым, балаларға ұнады. Мармелад, орех, пирог істегенде деп мынау суптың кеспе, нан жасап жатырмын. Наггетсы 2 мантықтың екілерінен алдым. Бір мишка, бір мынандай. Екеуін 2 сок. Голен, мынау филесі тауықтың, майонез, сүт. Мынандай пешене ала салдым. Қорда бардан кішкентай сумкаға салып жүретін влажный салфетка. Өзіме ұнайды енді осындай заттар. Алдында розовыйын алған, енді осы жолы көгін алдым. Кішкентай ішінде 8 штук па, сонда 400 бірдеңе тұрады. 400 да. И мынандай қолғап перчатки.
Пол жуғанда да бәріне перчатка киемін, сол үшін маған перчатка көп қолданамын. И мынандай не салфетка бумажный. Мынау детский крем балалардың бетіне жаққанға. Біреуін алып едік, анда түлкісі бар. Мыжып бітірді ғой, в общем, жаққан ба жоқ әйтеуір. Қақып қоямын. Осы алған заттардың бары 14.852 теңге болды. Одан кейін овощныйға кірдім. Ол жерден кәуе алдым, 4 тал құрт алдым, мынандай домашний дейді, көріңіз. Мандарин, алма и квашеный капуста. Едім бұқты қандай екен, білмейді дәмі. Едім жасауым керек еді деп әлі жүрмін. Осы бар алған затымыз осы. Бұның мыналарға 3130 теңге бердім. Не деген қымбаттаған я продукта деген. Мінекей бағанаға айтқан шампунь мен бальзамға обзор осындай сумкада жүреді. Подарочный пакет ретінде жаңа жылға өзіме сыйлық болды ғой, енді бұл ештеңе ұтпасам да осындай шампунь өзіме қалды. Мына жерде маскасы, мынау шампуні. Осындай подарочный пакет. Енді мен бұны бір апта қолданғаннан кейін, бір апта ма, 2 апта болды я. Содан кейін бірақ түсірем деп шешкем. Мінекей. Мен екеу алғанмын. Бағасы 12.700 теңге ма, сондай 12.700 теңге, маскасымен бірге 12.700 теңге. Бессульфатный деп айтқан, ұнады маған. Иісі деген бір 3-4 күнге дейін шашыңнан шығып тұрады, күшті, бір андай слишком тәтті да иісеміз бір мындай. Енді бұрын бір Миша дегендердің, Миша ма қандай еді? Бұрын бір Монабиде бір шампунь алғам, сондайдың иісіне ұқсайды, білмеймін, атын ұмытып отырмын. Сондай иісі күшті. Шашым осыдан кейін жалтырап, құрғақ еді. Құрғақ болмай жақсы болып жүр қазір. Ұнап жүр, күнде осымен, осылай жуып жүрмін осымен. Неке, мына жерге көрініп тұрма, мына жерге дейін жуып тастаппын ғой. Осы жерге дейін қалған. Элин деген. Бұны мен қай блогерден алдым? Елмира Қытаймен сауда деген бар. Сол жерде үй ойнатты. Жер үй. Сол жерде 2 рез алдым мен. Бірақ ештеңе ұтқан жоқпын. Енді шампуны өзімде айттым, если ұтпасам, онда өзіме подарок ретінде қалады деп жаңа жылға. Сонымен екеу подарок ретінде қалды. Өкінбеймін. Ұнады. Оның алдында SPF-ін көрдім. SPF маған сестрам подарок етті. Ол да әлі бар. Ұнайды, ол да күшті. Сырты қоңыр келген, бір күні көрсетем оны да. Ол кезде ойнамағанмын, осы жолы енді алып көрейінші деп ойнадым. Ұнады, рахмет. Сол араларыңызда алғандарыңыз бар ма? Қалай? Комментарияға жазып кетіңіздер.